Сәлеметсіздер ма? Бүгін алғыс жайлы алгоритм саламыз. Алдымен тақырып жазамыз, Мысалы, мен бүгін Аллаға алғыс айтқым келеді. Мүмкін сіз бір жұмысыңызға, бір арнайы бір затқа алғыс айтқыңыз келетін болса, солай жазсаңыз болады. Сосын бұл жерде 2 минутта 20 сөзден көбірек жазбаймыз. Ол басқа алгоритмдерде. Бұл жерде сөйлем жазамыз. Мысалға, 1-ден 10-ға дейін міндетті түрде 10 сөйлем болу керек. Денсаулық бергенің үшін алғыс, ата-ана сыйлағаның үшін алғыс, жарық әлемді сыйлағаның үшін алғыс, ата-бабам үшін алғыс, отбасым үшін алғыс деген сияқты. Кімге алғыс айтқыңыз келеді? Мысалға, жұмысым үшін, ақшам жеткілікті кезде келіп жатқан үшін, ақшаларым үшін, мүмкін не бар? Үйім үшін алғыс, машина сыйлағаның үшін алғыс, қандай да бір кез келген заттар бар ғой, мысалға, күніне 77 рет алғыс айт деген сияқты айтып жатады. Неге айтқыңыз келіп тұр? Мысалға, бұл алғыс айту алгоритмін зияны жоқ. Таңертең және түнде жатарда кешкісін салуға болады. Бұның ешқандай кері әсері жоқ. Наоборот, көп салған дұрыс. Басқа алгоритмді де үлгеріп жатсаңыз салсаңыз болады. Осылай 10-нан көп жазсаңыз тағы да болады. Үстіп, кем дегенде 10 сөйлем жазып, енді сол алғыстарымызды осы жерге қоямыз. Бірінші өзімізден бастаймыз. Ортада бұл біз өзімізді саламыз. Сосын қалаған жеріңізге қайда салғыңыз келеді? Мен мысалы мына жерге салғым кеп тұр. Ең алдымен ата-анама, мына отбасыма деген сияқты бағанағыны кезекпен салсаңыз да болады. Мысалы, мынау менің денсаулығым үшін деген сияқты номерлеп қойсаңыз болады. Үстіп, мынау мысалға менің жұмысым үшін, білімім үшін деген сияқты, мынау менің ата-бабам үшін деген сияқты. Өзіңіз білесіз, бірінші ойыңызға қандай келеді, міндетті түрде менің жазғанымды және менің салғанымдай қайталау керек емес. Өзіңіз подсознанияңыз қалай сізге бұйырады, қай жерге салғыңыз кеп тұрады, сол жерге осылай жазуды да солай жазасыз. Өзімізден бастап нейрографика жасаймыз. Сол 10 жаңағы благодарность, алғыстың барлығын қойдық. Енді өзімізден бастап нейрографика жасаймыз. Нейролиниялар жүргізіп, оны округлять етеміз, дөңгелектейміз, гармонияға келтіреміз. Мысалға, жан-жағында шеңберлер тұр ғой, оларды сіз мүмкін белгілеп қойсаңыз болады. Мысалы, мынау менің ата-анам, мынау менің денсаулығым, мынау менің отбасым, мынау менің осындай деген сияқты. Сол кезде, сол шеңберге барған кезде ойлайсыз да, мысалы, осы өзіме салып жатқанда, өзіме не үшін алғыс айтамын, өзіме еңбекқорлығым үшін алғыс айтамын, өзіме уәдемде тұратыным үшін алғыс айтамын, өзіме бір істі соңына дейін жеткізетініме алғыс айтамын, немесе өзіме қандай, мысалға, өзіме күтім жасайтыным, өзімді ренжітпейтінім үшін өзіме алғыс айтамын, өзіме уақытында демалыс беретінім үшін алғыс айтамын деген сияқты. Өзіңізге не үшін алғыс айтасыз? Соның барлығын айтып отырсаңыз болады. Айтып, мүмкін негатив айтатын шығарсыз, өзіңізді ренжіткен шығарсыз. Енді соны сіз жақсылыққа ауыстырасыз. Менде барлығы жақсы, мен бақыттымын, мен әдемімін, менің жолым болғыш деген сияқты. Благодарю, мені Алла тағалам жаратқан үшін деп айтасыз. Үстіп, нейролиниялар жүргіземіз, өзімізден сыртқа қарай жүргіземіз. Міндетті түрде шеңберлерден өту керек. Осы әр сызықты салған сайын айтып салсаңыз болады. Алғыс айтып, бүкіл әлемге алғыс, ата-анама алғыс,
Осындай үшін алғыс. Әр нейролинияның, айтып едім ғой, кез келген нейросызық жүргізген кезде белгілі бір мақсатпен, осындай болса екен, мынандай болса екен, қарым-қатынасым жақсы болса екен, жаңағыдай денсаулығым мықты болсын, отбасым аман болсын деген сияқты, ата-анам 100-ге дейін жасасын деген сияқты, немесе ақшам көп болсын деген сияқты, өзіңізге қандай жақсылықтар тілейсіз, соны айтып нейросызық жүргіземіз. Мысалға, қанша көп болса сонша жақсы да. Үнемі айтам ғой, нейролиния қай жерде аз болып тұр. Қарайсыз суретіңізге, сөйтіп мынау өтірік болып кетті енді. Негізі ирелек сызық болу керек. Сосын барлығын жаңағы әдеттегідей дөңгелектейтін боламыз. Жаңағыдай округлять етеміз, гармонияға келтіреміз. Осы благодарность айтқандай осы алгоритмді өте жақсы көрем. Бір қуанышпен, бір күшті сезіммен жасаймын, білмеймін неге екені. Сол біздің нейрондарымыз қуанады ғой, айттым ғой, әр алгоритмнің тақырыбына қарай біздің миымыз уже іздене бастайды, ойлана бастайды деген сияқты. Мысалы, сіз жақсы сөз естіген кезде, жаңалық естіген кезде денеңіз бір басқаша сезім болып қуанып, осы сізді мақтаған кезде күшті сезім болады ғой, сол сияқты сразу миыңызға әсер етеді. Сол просто сөздің өзі. И мысалға сізге ұрсып жатса, не болмаса негативный бір жағымсыз жаңалық естіген кезде, сөз естіген кезде не істейді? Уже сіз көңіл күйіңіз болмай, ештеңеге зауқыңыз болмай, сондай болып қалады ғой. Сол сияқты осы алгоритмдерді де байқасаңыз, өкпе ренішті саламыз деген кезде сразу кімге өкпелеп едім, кімге ренішім бар еді деп естіген кезде, немесе сол шектеулер, менде қандай шектеулер, қандай блоктар болды, біз өзіміз ғана жақсы білеміз ғой. Сол сияқты менде қандай нелер болды деген кезде, есіңізге алған кезде сізде уже жағымсыз сурет даже салғыңыз келмейді, жазғыңыз келмейді. Мысалы, мен еще әрі жазамын да, жазғанды да жақсы көремін. Мысалы, сіз жазуға ерінсеңіз, осы бір сурет салсаңыз да әлде қайда күшті. Мысалға, сіз жазайын десеңіз, есіңізге түспей қояды ғой. Ал мұнда сурет салып отырған кезде сізде уже есіңізге келе береді. Тыныш отырасың ғой өз-өзіңмен. Енді барлығын дөңгелектеп болғаннан кейін бояуға кірісеміз. Мысалы, 5 карандаш таңдап алдым, мен өзіме ұнайтын. Өзіме мынау розовый түспен боядым, себебі нәзіктігімді арттыратын, женственная деген сияқтындай, нәзік, сұлу деген сияқты әйелге қатысты. Білмеймін, өзіме осы түс ұнайды, содан өзімді полностью осындай бояп тастаппын. Сол сияқты, мысалға, екі шетін трейді деген не бар. Тек бір сарынды емес, екі шетін басыңқырап бояйсыздар да осылай. Ортасын кішкене ашығырақ етіп боясаңыз болады. Мысалға, сіз сары таңдауыңыз мүмкін, қызыл таңдау, жасыл, өзіңіздің еркіңізге байланысты. Мысалы, мен мына жасылмен бояғым келді. Тіршіліктің иесі деген сияқты. Мысалы, бұл мен ата-анам болса, көбірек өмір сүрсін деген сияқты. Маған жасыл тіршілік, өмір сүру деген сияқты белгі, жақсы деген, плюс деген сияқты. Соны тоже жасылмен боясаңыз болады. Үстіп екі шетін басыңқырап, бірінші ортасында осындай шатпақ емес, осылай екі шетін қатырақ басып, ортасын кішкене былай жасасаңыз, шеңберіңіз дөңгеленіп, бір ерекше көрінеді. Өзіме осылай ұнайды, осы шеңберлерді бояған ұнайды. Осындай өзіңіздің фантазияңызға байланысты дәл мен сияқты жасамай-ақ қойыңыз. Ең бастысы, сурет өзіңізге ұнау керек. Сіздікі дұрыс емес деген әңгіме жоқ. Ең бастысы, өзіңізге қалай ыңғайлы солай бояңыз.
Сосын мен мына шетті қызылмен бояғым келді. Қызыл энергияның түсі, мысалға сізге қай түс ыңғайлы, қай түс сізге жақсы көңіл күй сыйлайды, қай түс сізге қандай мән береді. Мысалға сары мен үшін күн сияқты, яркий, мынандай не дейді, позитивный деген сияқты. Жасыл маған денсаулығы жақсы, жасыл шөптер есіңе түседі ғой, мысалы көк жеңдер дейді. Қызыл маған энергия, мысалы қанның түсі ғой, біздің организміміз, бүкіл клеткамыз қаннан тұрады. Қан ол қызыл түстес деген сияқты. Мысалы көк, аспан көк, ол аспанның, судың түсі деген сияқты. Осы сары түсті сондай жақсы көрем, әдемі боялады. Мен неме боямай А4-ға бояғаным, жаңа қалың нем онша немес екен. Бояған кезде қотыр-қотыр сияқты да. А4-ге бояған кезде текст боялынады. Сол үшін осы А4 қағазына салып көрсетіп жатырмын. Осылай қателіктер болып жатса, көріп қалсаңыз, ештеңе етпейді. Қайтадан дұрыстап, округлять етіп, бояп, жалғастырып кете бересіз. Жаңа мен сіздерге ұзақ видео болып кетпесін деп кішкене асығып салдым. Мысалы, оранжевый тоже жақсы түс. Жаңағы сарының тузғаны деп па, сол сияқты. Мысалға, ана жерде нейролиния аз екен, оған қосып жіберуге болады. Сол сияқты благодарность. Осы алғыс алгоритмін салып жатқан кезде бір жаңағы адамдарға не үшін жақсылық есіңе түсіп кетеді. Менде не бар, не үшін алғыс айтам деп ойлайсың ғой, уже біздің миымыз автоматом түпсанада жатқан нелерді алып шығады. Сосын Аллаға мен не үшін рахмет айтуым керек. Вот мына жерде мысалға мынау маған отбасым болатын болса, менің жолдасыма алғыс айтам осы үшін, балаларыма алғыс айтам осы үшін деген сияқты. Мына менің біліміме болатын болса, білім қандай түспен бояғыңыз келеді, өзіңіз көресіз ғой. Сосын кейін жаңағыдай тек қана бір біліммен шектеліп қалмай, үнемі оқып, ізденіп, шаршамайтыным үшін, шаршасам да тоқтамай жалғастыратыным үшін алғыс, үнемі конспектлеп аламын, жарты жолда тастамай до конца оқимын, сол үшін алғыс айтам деген сияқты. Өзіңізге білімге де рахмет, Алла тағалам рахмет, менің миыма қондырып жатқан, дер кезінде алдымнан шыққан деген сияқты. Маған проблемамды өзім шешіп алдым білім арқылы деген сияқты. Осы кітапты оқып мен көп инсайт алдым деп жатамыз ғой, сол сияқты. Сосын осылай жартылай да боясаңыз болады. Бір ячейка, бір ұяшық емес, екеуін бояу керек. Мысалға, мынау қызыл екеу, мына біреуді, біреу кішкентай болып тұр. Екеуін, минимум екеу, 3-4 деуін жасылмен бояп, бір ақ ұяшықты қызылмен бояуға болмайды. Не болмаса әрқайсын әртүрлі түспен бояп тастауға болмайды. Минимум 2 ұяшық деген бөлінген жерлер ғой. Екеуін қызылмен жасасам, қалғанын жасылмен жасадым. Мысалы, бұл жерде де қалағаныңызша бояйсыз, сурет өзіңізге ұнайтындай. Мына жерде 2 ұяшықты сарымен боясам, қалғанын қызылмен бояп тастадым. Сол сияқты сіз өзіңіз көресіз. Өзіңізге қалай ыңғайлы болса, қалай сізге өзіңіз автоматически бояп кетесіз негізінде. Түп санаңыз қалай бұйырады. Ең главный бұл жерде этаптарын қателеспесеңіз болды. Жаңа бірінші композиция, содан кейін округлять етеміз, дөңгелектейміз, одан кейін нейролиния жүргіземіз, сосын дөңгелектейміз, сосын бояймыз деген сияқты. Мысалы, мына жерде аз екен, мен тағы да нейросызық қосып жібердім. Бұл жерде тағы да дөңгелектеп, ары қарай дальше бояп кете бересіз. Сосын кейін суреттің ешқандай қиындығы жоқ. Бір рет үйреніп алсаңыздар. Сосын бұл благодарностьті мен сабақ бітті екен деп ұмытып кетпейіңіздер. Үнемі салып жүріңіздер. Бұл өзіңіз үшін жақсы да. Өзіңіз таңертең тұрған кезде не істеймін емес.
осы сурет салған кезде әрі сіз неде отырасыз, әрі сіз миыңызбен жұмыс жасап жатасыз, әрі сіз ішіңізге үңілесіз деген сияқты сіздерге нейрографиканың құндылығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сезінгенде шығарсыз, бірінші суреттен жаңа кері байланыстарыңызды көрсем күшті болып қалам. Жаңағыдай пайдалы болып жатса қуаныштымын. Өзіме де сондай тұрғым келмей, жаңағы ұйқым қанбай оянсам да жаңа суретті салған кезде күшті настроением көтеріліп, мен бүгін айтқандай сағат 4:30-да оянып алғам, душқа түстім, 5-тен 15-те шығып заттарымды дайындап 5:30-да бастағам, 6:30-7-ге дейін салдым ғой деймін. Ұзақ отырдым, негізі мына жерде кішкене жылдамдатып жібердім. Неге десе 1 сағат 2 сағат жүктелмей қояды да. Сол үшін главный түсініп отырсыздар ғой, не істеу керек екенін. Тездетіп жібергем негізі араларында. Сол осылай аз болып қалған жерлерге тағы да нейролиния жүргізесіз. Сосын кейін тағы да соларды дөңгелектеп, уже үйреніп қаласыздар. Бір-екі рет көріп саласыз да, кейін уже миыңыз автоматом салып кете беретін болып қаласыз. Сосын осылай қалаған жеріңізге қандай түспен бояғыңыз келеді, соны бояп отырасыз. Маған осындай бояған ұнайды. Бояп отырған кезде суретің әдемі болып шыға бастаған кезде сүйкімді болып, көңіл күйің тағы да көтеріледі. Одан сайын алғыс айтқың келіп кетеді, инсайттар келеді. Мүмкін сіз алғыс айтқыңыз келмейтін адам есіңізге түсіп қалған кезде көңіл күйіңіз түсуі мүмкін. Сонда да берілмеңіз. Қандай жағдай болса да тоқтап қалмаймыз, көңіл күйімізді бұзбаймыз, оған мән бермей, біз сонда да жұмыс жасап отыра беруіміз керек. Ладно, осы болады ғой, жаңағыдай кешіре сал, кек сақтаған дұрыс емес, рахмет ай деп барып айтамасаңыз да, осы сурет салып отырып, осы мысалға осыған рахмет, мынаған рахмет, көп келіңдер, енелерін, жолдастарын айтып жатады. Сонда да жаңағыдай сондай ұлды туып берген енеме рахмет, жаңағыдай күнде балалар үшін еңбектеніп келіп жатқан жолдасыма рахмет деген сияқты бетіне айтамасаңыз да, осы жерде сіз сурет салып отырып айтсаңыз болады. Мысалға, мынау менде не еді, ұмытып қалдым что-то. Осы үшін рахмет, мынау үшін рахмет. Енді өтірік айта бермейміз ғой. Расымен де болып жатса, рахмет айтамыз да. Алла тағала маған осындай денсаулық сыйлағаның үшін рахмет. Көз сыйладың, өзім аяғымен жүрем, 2 аяғымен жүремін. Ақыл есім дұрыс деген сияқты осы ішкі құрылыстарым үшін рахмет. Өз қолдарыммен саламын, өз қолдарыммен тамағымды іше аламын. Ауа жұтып жүргенім үшін, бүкіл денем үшін, денем мүшем үшін алғыс айтам деген сияқты. Қандай есіңізге түседі, барлығын айтып, өзі негіз психологияда сондай не бар, дене мүшемізге алғыс айту. Не үшін алғыс айтасыз? Сондай жазатын терапия бар еді. Соны осы жерде жасап кетуге болады. Өзіңіз білесіз ғой, не үшін алғыс айтқыңыз келеді. Машина үшін алғыс, мысалға, машина дер кезінде уақытымен келді, балаларымызды таксимен, автобуспен жаяу тасып жүрмедік, қалаған жерімізге уақытында жетіп апарғаны үшін, бізге бір бұзылмастан жақсы көмектескені үшін, жаңағыдай аккумуляторы бітіп жарты жолда қалып қалмаған үшін алғыс айтам деген сияқты. Қандай бар, не үшін сіз ол машина үшін қуанасыз, сізге қандай қуаныш сыйлап жатыр, сол үшін сіз неге рахмет айтқыңыз келеді. Мысалы, жай күнде ойлай бермейсің ғой, сол кезде сурет салып отырған кезде ой келеді, мен оған не үшін рахмет айтам деп. Осы шеңберлерді бояп болған екен, жан-жағын прям баттастырып емес, кішкене былай не істеп жатқызып, мен сияқты боясаңыздар, плавный дейді ғой, мынандай тегіс боялу керек. Шатпақ емес, асықпай отырып, үстіп боясаңыз әдемі болып шығады. Үстіп
қалаған түсіңізбен, қалаған жеріңізден. Мысалға мен мына жерде розовый түс жоқ екен, анау жақта ғой, енді мына жерді солай бояп жатырмын. Мүмкін сарымен бояйтын шығарсыз. Сол сияқты мына жерді мен мысалы жасылмен бояғым келді. Осылай ең бастысы бұл жерде процеске мән береміз. Сіз қандай көңіл күйде отырдыңыз, қандай инсайттар келді, су ішкіңіз келсе су ішіп алыңыз. Мүмкін сіз мен тыныштықта отырып салған жақсы көрем, кейін болады ғой сөзсіз медитативный мынандай музыкалар, релакс неше түрлі, сондайды қосып қойып салған жақсы көремін. Мысалға сіз мүмкін сүре қосып қоясыз. Кеше бір не есіме түсіп қалды, уақиға сүресі туралы, соны қосып қойсаңыз болады. Ақша алгоритмдері бар ғой сол кезде. Мен сіздерге айтқандай қосымша не жіберіп жатырмын ғой, сол жерде неше түрлі нелерді жібердім. Жақсы сөздерді астына жазып қойсаңыз болады, басында бастаған кезде. Айтып, тыңдап, благодарность жайлы медитация қосып қойып тыңдап салсаңыз болады. Айтады ғой, өзіңізге рахмет айтасыз ба, Аллаға алғыс айтатын медитациялар бар ғой, неше түрлі, менде де бар еді айтқандай. Соны қосып қойып жасасаңыз да болады. Болмаса тыныш отырып, мен мысалға сөйлеп отырып, қазір мен сіздерге кедергі келтіру мүмкін, сөйлеп бір түсініп алып, өшіріп қойып, өзіңі салып отырған күшті негізі. Сөйлеп отырып салған ыңғайсыз да. Сол үшін мен тыныш отырып салып алдым да, енді озвучкамен айтып жатырмын. Бір рет көріп алған екен, түсініп аласыз, кейін солай салсаңыз болады. Сол қалаған жеріңізді осылай түсіп бояп, ақ түсте бұл жерде бізде түс, сол үшін мен мына жерде боямай кеттім мына бұрышын. Ең бастысы бұл жерде ішкі күйімізге мән береміз. Не үшін мен алғыс айтуым керек, неге мен осыны айтқым келмей отыр, неге мен оны кейде бірдеңеге айтқыңыз кеп қалады, қойшы мен айтпаймын деген сияқты бір ой кеп қалады. Менде сондай болады. Сосын кейін ойлаймын, ладно, әлі де менде блок бар екен ғой, ничего, давай алғыс айта салайын, Алла разылығы үшін деген сияқты айтып кетемін. Сол сияқты мысалы кейде бетіне айтуға жүрексініп жатамыз. Мысалы мына жерде үлкен болып тұр екен, мен ортасынан бөлгім келді, бөліп бояп тастайын дедім. Сосын кейін біреулерге бетіне айтамаймыз ғой, рахмет айтқымыз келмейді, жүрексінеміз. Сол кезде осы жерге келіп айтсақ болады. Саған осы кезде магазинге кетіп баратқанда алдымнан шығып қалдың да, маған ақша берген едің, көмектесіп жіберген едің, рахмет айтамын. Осы үшін рахмет айтамын. Бүгін аман-есен оянғаным үшін рахмет айтамын. Жалпы бізге барлығын жасап тұрған Алла тағала ғой. Осының барлығы үшін Аллаға рахмет айтамын дейміз. Жуан сызық энергия сызығын жібереміз. Тікесінен емес, прямой емес, ирелеңдетіп жібереміз. Мына жерде мен не істеп жеріппін, қайталана беретін қып. Мынау нейролиниялармен шығып барсаңыз болады, немесе өзіңіз апарсаңыз болады. Менің қара маркерім болмай қалды. Сатып алайын деп барсам, тек қана көк екен, соны алып келе бердім. Сол сияқты мынау көк маркермен бояй берсеңіз болады. Кейбіреулер қарамен бояғысы келмейді, көкпен жасауға болады. Сосын осылай нейролиния жібереміз. Бұл жуан сызық, Аллаға жұмысымызды аяқтадым, Аллаға тапсырамын. Алла тағалам, саған рахмет, осының барлығын сыйлағаның үшін, маған осындай өмір бергенің үшін, осындай әдемі жерде дүниеге келгенім үшін, осы елім үшін, қаламда тұрғаным үшін, өзімнің қалам өзіме сондай ұнайды, осындай
осындай әлемді маған сыйлағаның үшін, осындай орта, осындай ата-ана, дәл осы өміріме ризамын деген сияқты алла тағалаға рахмет айтамыз. Барлығын бізге беріп тұрған, тауды да, суды да, табиғатты да, барлығын жасап тұрған алла бізге. Сол үшін ол адам жай ғана себепші. Жақсылық жасаса да, жамандық жасаса да, жамандық жасаса сынақ үшін, жақсылық жасаса жақсы деген сияқты. Оның барлығын бізге алла тағала жасап тұр. Сол үшін соған рахмет айтамыз. Айналасын округлять етеміз. Фиксацияны жан-жақтан қоюға болады. Мен өзіме қоямын деп шештім. Осылай дөңгелектеп басқа шеңберлерге қарағанда жуандау болып көрініп тұру керек. Сол сияқты фиксацияны ортаға өзіме қойдым. Енді айналасын тағы да гармонияға келтіріп, асықпай дөңгелектеп шығатын боламыз. Жаңа бүкіл нені сонымен үстіп стилизация дейді ғой, соны қай жерде қателіктер қалды, қай жерді бояу керек, қай жерді дұрыстау керек, бір қарап әдемілеп асықпай жұмысыңызды тағы да не істеп, жуан сызықтың айналасын, шеңбердің айналасын барлығын гармонияға келтіреміз, қалып қалмау керек. Сосын бір жақсы жұмысты аяқтағандай өздеріңізге алғыс айтыңыздар, ерінбестен соңына дейін аяқтаған үшін. Сосын кейін міндетті түрде дем алып алсаңыз болады, су ішіп алсаңыз болады. Бұл суретті сақтап қоюға болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.